Саламатсыз ба, құрметті қазақ бауырларымыз. Міне мен қойдым ғой, не Астрахан облысынан, Алтынжардан, Құрманғазы, не анда мавзолей ме сол енді. Енді ол былтыр қойдым ғой, аз адам қарады. Қазір татар тіліне көшемін. Татарша. Енді міне татар вайымсыз, орысша равнодушный деп айталар. Мен енді анарға қайран қалмаймын. Міне қазақ халқын мен күтіп тұрам. Алар құрмет етіп видеолар түсірем. Құрманғазының Алтынжарға барып, неше тапқыр мен барам дедім. Анда коммерция, хаммасы коммерция, бизнес, ақша, хаммасы. Әлі біздің анабыз айтадыр, қонақның қалтасына қарайлар деп қазақша айтадыр. Шонкі бік, анда қар қайсы қалтаңа қарай, анда мен неше тапқыр татарлар ұйышмасында жетекшілер білен сөйлештім. Алтынжарына алар рахмет. Шол Мәуліт бей Дасаев хатта ол шалтыратып телефоннан сұрашты. Көпмі шунасын тағы меңа тұрған тігі хостелда қазақ егіті қожа арендатор шунда ішлеген қазақ ханымы да ярдам етті, хаммасы ярдам етті. Алтынжарына нешік барырға телефоннан сұраштым. Ол үйренгенлер, анда бай кішілер барып, менімше ол бай кіші алар рухи байлығы азырақ болар, рухи байлығы. Орысша духовный. Мен міне білмеймін, қайсы сөздер қазақ тілінде бар, қайсы жоқ. Шыңа көре қайсы сөздеріні мен енді орыс тілінде қабатлап айтам, тәржіме айтып. Шуңа көре, міне кіші әгер де ол міскін болса, хайырше біраз, ол шунда рухи байлық білен қызықсына. Міне мен қазір базарда болдым, жәмәғат. Анда сатушы. Мен айттым, міне менім інім бір туған Оренбурдан 5000 ақша көшірді, меңа рахмет. Мен айтам, мен өзбек таджикларының кафеларына барып, түрлі рызықлар алдым, ашадым, тоқландым. Шунасын мені де айт, меңа де ақша жіберсін деп шайыртып айта, мазақлап енді. Шунасын қарасам, анда шоколадлар сатыла. Мәселен, Қазақстанны мен болдым, әлек Оренбурда хатта Қазақстанның кибіті бар, фирма кибіті. Анда мен шул Қазақстан деген шоколадны алам. Мен айтам, бұл маркасы шандырға тиіс, чүнки Қазақстан дегеш, Қазақстан гербі болғаш, енді сифаты түбән болмасқа тиіс, яқшы шоколад деп мен аны гіл көбейтіп аладырым. Ол енді айтасым келе мен 6-7 жылына хатта мен Қазақстанға бардым, аннан алдым. Шунан соң енді соңырақ Оренбурда Қазақстан кибіті бар, фирма кибіті. Шунан алдым. Қазір енді түсті бә, яғни Солилецк, анда да сатыла ол шоколад. Бұл yolu алмадым, енді ненде сифатын білмейм, әмі ілік сифаты ұшап тұрды. Шөнкі мен ұшанадырым, айтам, алар енді өзлерінің гербін қойғаш, енді сифаты түбән болмасқа тиіс, шөнкі алар енді масқара бола бет ол, нешек енді. Шуны Татарстанны қадамына қазір шыққан, Қазан, халал деген, мен айтам, халал енді пальма майы, анда пальма хамма. Анда енді, астағфиралла, доңғыз жоқ енді. Пальмадан ясылар аны, майы. Енді халал енді бір ойласаң бұл. Екіншіден бәйесін құтыртып қойған, анда моторлы жасағанлар. Мен айтам, міне кибітті сатыла 60 сум, 80 сум. Мен ойлап тұрам, ол бір сифаты, бір дәрежеде сифатлары. Әмі міне шул Татарстан деп жазған болса, я Татарстан Қазан түсірген болса, Қазанға бағышланға халал десе, шунда құтыртып ақшаны нетелер енді. Бәйесін, бағасын дейлер қазақша. Көбейтіп жазып қоялар. Мен енді янында сатып тұрған таджик малына сырым айтам, көпмі құшқан. Ол айта 100 сом құшқандыр әлі, бәлкі де 100 сом де. Міне шул мен де шул ойлап тұрам айтам, ол көбейтіп қоша ақшасынан да.
Өстәп қоя. Меңа мен айтам керек, неге? Мен өзім алсам бірсін алыр ем, ол 200 сом деп тұра. Меңа моторлығы керек ме, меңа сыфаты керек, ненде білірге. Шынасы міне Түркияға шақырдылар. Алла берсе барсам, халықара конференция, түрк халықлары конференциясына. Шунда апарға әрқайсына бөлек итерге. Алар мен айтам, кім опт көбейтіп сата, шулардан мен 100 сум болса, 100 сумнан алып, аны мен бір 30-40-ны алыр едім мәселен. Амында ник мен қазір міне байытып тұрам ол кішілеріні. Ол анда бүтін нәрсесі қибат. Әлі айтам меңа, yok де міне де менде шай ең яқшы, мен айтам, ышанмайм мен айтам. Сіз мында бітті құтыртып қойғанлар бәйәлеріні. Мен айтам, бұл базарда аренда қибат. Ник мен айтам, енді нешек бұларға тиеш арзан енді сенің тауарың. Мында хаммасы қибат. Меңа керек міне анда бар опт деген базалар шунда арзанырақ. Ол мен айтам, анда бір 150 тұрадыр, көп болса 170. Шулай деп тұра, бұл таджик малай сабы сатып тұра. Бабай орнынан да. Бабай кетті неге Варух ауылына жайға нелер жеміш өстірірге, кептірірге шуларны. Шулай тәсі келем. Бұнда да мен міне шанып жетмем, ол Татарстан деп шылтығы 60 айтам бет 80 сум тұрам, міне мұнды ғади шоколад кебітті. Кірем мен анда. Татарстан деп, ол анда бар фирма кебіті, Татарстан деп, анда фирма кебітті, татар тауарлары деп, сәуді өзегінде сатып тұралар мәселен. Анда енді құтыртып, бәйесін құтыртып, міне шул шоколадны 350 сумға сатып тұралар. Мен ойлап тұрдым, мен айтам, міне мен қазір бір танышқа бөлек етіп алам ол шоколадны. Ол ышанмаянарға 350 сум екені. Ошап қараса да, анда сифаты да шул пальма енді. Ник ол анда ышанырға тиіш енді ол 350 деп. Алар ұят жоқ сәудагерлерінің. Шуңа көре бір қашан міне, әлі ол шуңа көре біздің атақлы татар сәудагерлері Хусайыновлар бір туғанлар Оренбургда, Агафуровлар Екатеринбургта, һәм Акчуринлар қайда тағы. Алар һәммәсе сәудагер болса да, алар тырышқанлар халыққа садақа беріп, ярдәм етіп, ураза уақытны Рамазан айында аларны һәммәсіне туқландырып, шулай халықның абруйына ерішкәнлер алар. Абруйына ерішкәнлер. Біздің сәудагерлер алар нәрсе шундай рәвіште изгі ішлер ішлей деп ойлайсыз ма? Жоқ андай қызғанышқа қаршы. Алар шул хаман тігі нәпсі, қазақша нәпсі де, мен атам нәпсі деп айтады, акам. Бұл міне шул енді. Хаман шул тігі кішіге ақша жетмей, ол бәйесін құтырта, ақшаны бересі келмей шулай. Міне біздің ислам динінде садақа берге қошқалынар. Ол біздің байлар гіл үләшіп тұрған. Ол қатта біздің Оренбургда шәһәрдә бай болған Хусайыновлар бірсіні хақында мен аны оқыдым орыс газетінде. Қатта Оренбург деген газетте ол халыққа қызғанып тұрмаған, юмарт болған, һәммәсіне үләшіп тұрған ризықларны Хатта православ кішілерінде ашатып тоқландырып тұрған. Әмі өзі поезда, міне мен купец бірінші ме, екінші ме шында гилди, біріншідір бәлкі бірсі. Бірінші гилди купец шындай саудагар деп, өзін тәкәбірләніп, әлі кім болып, қибат вагонлар бар, шында байларын анда жүрмеген ол. Шындай ғымымен общий деген орысша. Шындай вагонға кіріп, арзанғына вагонда, өзі білен сүр ит алып қазақша, менің атамда, әкемі жаратты ғой, осы міне сүр итні жаратам де. Шул сүр ит мәселен айран, бурдюк нәрсеге салып шулай ел бойына шуны білен ашалып, шуны тоқланып барған, өзі әр тиінні сақлаған. Халық үшін бірде қызғанып тұрмаған. Міне шуны жамағат айтасым келі. Қазіргі біздің сәудагерлер лайық ма? Жоқ, чөнки ол вақытта сәудагерлер буынға келген. Аларда селекция болған. Селекция. Табиғи ме, әлі жәмғият ме селекциясы болған. Алар шанышшылар қалғанлар, аларға гилди беріп, алар халық
ышанычына алар лайыклы булып, халык ышанычына имеш ирешеп алар акчаны тапсалар да артыгын исраф итмәгәннәр, үзенә артык хатта кайсы вакытта бик тотмаганнар, халыкка ураза вакытны халыкны кунак итеп ашлар уздырып, авыз ачтырып, шулай ифтарлар уздырып, шулай юмартлыгын күрсәткәннәр. Хәзер кызганычка каршы инде ул алар кисәк кенә килеп чыктылар, менә шушы үзгәртеп кору дигән, ягъни перестройка. Шуннан соң инде ирек булгач сәүдәгәрләргә алар бик тиз, казакша жылдам инде, жылдам тиз генә сәүдәгәр булдылар, әмма акча ясарга өйрәнгән булсалар да, тик алар кызганычка каршы азрак оятлары бармы, юкмы, мин аны шикләнеп торам. Менә оятлы кешеләре мин вакытында газетта язадыр. Безнең хөрмәтле Азербайҗан кардәшебез ничәне беләдер, алар юмарт ие, артык юмарт, алар кызганычка каршы байып китмәделәр. Арасында беләдер, юмарт алар юмарт булса да уйланып акча тоталар, менә бер икәвен беләдер, алар юмартлык аркасында берсе хәерчегә әйләнде, берсе шул теге аны акча дип юк иттеләр. Шундый егетләр булды. Менә шулай ул кем акчаны кысып тота, алар инде байып кутырып, алар инде тәкәбберләнеп, казак халкында да бардыр, бездә татарда бигрәк тә инде ул менә сездә халыкның әйтүен куркалар, алар халык танкыйтьләп нәрсә әйтәләр, жұрт нәрсә әйтер дип уйлап торалар алар, бездә кайсы вакытта уйламыйлар, бездә икенче рәвештә тәрбияләнгән алар, инде авыллар битеп бара, шәһәрдә кеше абруй хакында уйламый, акчаны уйлый. Авылда абруй беренче урында абруй буладыр, элек борынгы заманнан килгән ул шундый гадәт. Хәзер кызганычка каршы мин аны әйтә алмыйм инде. Менә шәһәрдә ул бер-берсен аз беләләр. Менә шуңа күрә алар теге урыс телендә бар кидаловы дигән. Шулай кайсы вакытта уйлыйлар, кая мин шулай итимәле, нинди милләт кешесе булса да, нинди дин кеше булса да, ул барыбер мин аны акча ясыйм әле дип, беренче урында күзләрендә алар күз урына акча шул дөньяны акча аркылы алар карыйлар. Менә шуның белән тамамлыйсым килә, мин шуннан шиләп киткән идем, әйтәм, тамам итеп кабатлап әйтәм дә, шунысы тамамлыйм. Менә шул әйтәм, иң төп нигезендә минем төп инде фикерем шундый. Сәүдәгәрләргә кирәк бераз ничектер халыкны тыңлап торырга. Халык, чөнки урыс халкында мәкаль бар, әйтем бар сүз. Людская молва, морская волна ди. Халык жұрт айткан сүзләр инде не? Диңгезнең долкыны инде. Алар хәзер кызганычка каршы аны санга сукмыйлар, халык алар хакында әйткәнне беренче урында торалар. Мин байысам, менә мин һәр кайсы көннәшә, мине хөрмәт итәләр, мин югары дәрәҗәле, бик абруйлы кеше булам ди. Борынгы заманда байлыктан гына тормаган кешенең абруе торган ятыннан, акылнан шундый нинди кеше ят дигән нәрсәне белгән ул, шуңа күрә аны абруй үскән. Хәзер кызганычка каршы кеше уйлый, мин байыдым, мине һәммә масс-медиа, мәсәлән, газетлар, журналлар, телевидение, радио, интернетта һәммә макталыйлар, мин акча түлим дә, минем абруем үсә ди. Мин шикләнәм. Үсәме, юкмы, әмма хак сүз ул, хак сүз. Менә гөмбә тишеп чыга җирне. Асфальтны хатта тишеп чыгалар нәрсәдер. Гөмбә дә тишеп чыга. Шуның кебек хак сүз ул нинди ялган катырып асфальт, бетон син белән агызып өстәмә, ул хак сүзе тишелеп чыга. Әгәр дә кеше, әгәр дә ул абруем бар дип уяты булмаса, ул барыбер бер көнне аның абруе теге саламнан ясалган теге
нәрсә дип әйтәләр әле тагы, мин яны искә төшерә алмыйм. Шундый ни саламдан ясалмай инде аларның абруе. Шундый булачак. Җәмәгать игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бигрәк тә шул казак безнең инде кардәшләремезгә бик зур рәхмәт. Татарча тыңлаганыз өчен. Аллаһ Тәгалә сезгә һәр изге эшегездә уңышлар бирсен.